Сәлем оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тұздалған, қытырлап тұратын қияр жабатын боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған тіркеліп алыңыздар. Ең бірінші қиярымызды жақсылап жуып аламыз. Одан кейін екі шетін кесіп алып тастаймыз. Жақсылап жуып алғаннан кейін қиярымызды салқын суда 5-7-8 сағатқа дейін судың ішіне салып қоямыз. Сол кезде қиярымыз қытырлақ болып шығады. Қиярымызды жабу үшін ең алдымен банкамызды, крышкамызды жақсылап жуып, одан кейін банкамызды да, крышкамызды буда булап аламыз. Міне біздің қиярымыз 8 сағат судың ішінде тұрды. Енді жаба берсек болады. Сонымен қатар банкамызды жабу үшін хрен жапырағы, зонтик, укроп және лавровый лист, сонымен қатар чеснок және де тәтті перец или болмаса ашты перецті қосуға да болады. Барлық жабатын банкаларымызды суда булап алдық. Енді жаба береміз. Ең алдымен хрен жапырағын бүктеп ең астына саламыз. Біреу или болмаса екеу қосуға болады. Егер де хрен жапырағыңыз кішкентай болса, үшеу салыңыздар. Осылай ең астына салып болғаннан кейін зонтик укропымызды саламыз. Біреу или болмаса 2-3 штук салсаңыздар болады. Одан кейін 5-6 чеснок саламыз. Егер чесноктарыңыз майда болса 5-6 штук. Егер де үлкенірек болса 3-4 штук саласыздар. Және де перцімізді саламыз. Одан кейін лавровый листімізді саламыз. 2-3. Сосын қиярымызды нығыздап банкамызға салып шығамыз, толтырып. Қатты итеріп сала беріңіздер, банкаларыңыз сынып кетпейді. Достар, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп, лайк басып, видеоларыма комментарий жазып қалдырып кетіңіздер. Сіздердің әр жазған комментарияларыңыз маңызды. Сонымен қатар қазақша контентті қолдайық. Осылай мен сияқты қайталап банкаларыңызға қиярды нығыздап салып шығыңыздар. Дәл солай екінші банкамызға да салып шығамыз. Егер де ашса болған қаласаңыздар, тәтті перцтің орнына ашты перцтің жартысын қоссаңыздар болады. 2-3 бөлікке бөліп. Одан кейін қайнап тұрған ыстық суымызды құйып шығамыз. Осылай суын құйып алғаннан кейін 1-5 сағатқа дейін қойып қоясыздар. Одан кейін бұл суын төгіп тастаймыз. Төгіп тастағаннан кейін үстіне қайтадан қайнаған ыстық суымызды құйып, қайтадан 5 сағатқа қойып қоясыздар. Мінеки мен екінші құйған суымды төгіп тастап жатырмын. Одан кейін жаңағында айтқандай ыстық суымызды құйып қоямыз. Мінеки үшінші рет қайнаған суымызды құйып жатырмыз. 3-4 сағат өткеннен кейін осы суымызды төкпейміз. Бұл суымызды бір ыдысымызға құямыз. Со басындағы 2 рет суын ауыстырамыз. Одан кейін үшінші құйған суымызды төкпейміз. Осылай бір ыдысымызға құйып аламыз. Бұл суымызды қазір үстіне қантын, тұзын салып қайнататын боламыз. Айтпақшы, мысалға бір банкамыздың суын бір ыдысымызға құямыз. Келесі банкамызды басқа ыдысқа құйып, әрқайсысын кезек-кезек қайнататын боламыз.
Мына біздің бір банкамыздың ішінен шыққан суы осылай бір ыдысқа құйып, осы суымыздың үстіне үлкен қасықпен 2 қасық қантын саламыз. Сосын үлкен қасықпен 1 қасық тұз қосамыз. Одан кейін 2 таблетка аспирин қосамыз. Негізі кейбір адамдар уксус қосып жатады, мен уксус қоспаймын, себебі уксус қоссақ қышқыл дәм шығып кететін болады. Оның орнына 2-3 штук аспирин қосқан дұрыс. Енді осы суымызды газға қойып, бұрқылдағанша қайнатып аламыз. Екінші банкамызға да дәл солай салып шығамыз. 2 штук аспирин, 2 қасық қант, 1 қасық тұз. Осылай қантымыз, тұзымыз, аспириніміз ерігенше бұрқылдатып қайнатып аламыз. Қайнаған суымызды банкамызға қайтадан құйып аламыз. Суын банкамызға құйып алғаннан кейін сразу крышкасын жабамыз. Осылай банка жабатын жапқышпен айналдыра отырып. Жауып алғаннан кейін банкамызды төңкеріп қоямыз. Одан кейін бір салқындау бөлмемізге жылы матамызбен, пледімізбен орап қойып қоямыз 2-3 күнге. Одан кейін банка сақтайтын пуфиктарыңызға сақтай берсеңіздер болады. Міне біздің банкамыз 2-3 күнде осылай қиярның түсі өзгереді. Қыстың күні рахаттанып жейтін боласыздар. Қиярымыз қытырлап, өте дәмді болып шығады. Осылай жасап көріңіздер. Видео сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сопақ қызанақпен және де капустаны қызанақтың соғымен тұздауды үйренетін боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен жабатын банкаларымызды тазалап жуып, оны кептіріп аламыз. Кептіріп алғаннан кейін мантаваркамыздың астына суын құйып, астыңғы бөлігіне крышкаларын салып, үстіңгі бөлігіне банкаларымызды булап қайнатып аламыз. Банкамызды 5-10 минут қайнатсаңыздар жетеді. Және де үлкен ыдысымызға суын құйып қайнатуға қойып қоямыз. Одан кейін сопақ қызанағымызды және де ащы перцімізді салқын суда 2-3 рет жуып аламыз. Және де капустамыздың да сыртын тазалап жуып аламыз. Және де бізге хрен жапырағы, кептірілген зонтик, укроптары қажет болады. Бұларды да салқын суымызда жақсылап 2-3 рет жуып тазалап аламыз. Осылай барлық көкөністерімізді жуып тазалап бір ыдысымызға салып қойып қоямыз. Мен 3 литрлік 10 штук банка жабамын. Сол себепті маған 4 штук капуста қажет болады. Енді капустамызды ортасына бөліп, 4 бұрышты етіп, барлығын турап шығамыз. Дәл осылай видеодағыдай қайталасаңыздар болады. Айтпақшы, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып алыңыздар. Алдағы уақытта менің жаңа видеоларымда ең алғашқы болып көретін боласыздар. Сонымен қатар қазақша контентті қолдап, маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осы видеомды поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.
Дәл осылай капусталарыңыздың барлығын турап дайындап аласыздар. Ыдыстарыңызға салып дайындап қоясыздар. Және де чесногымызды ашып тазалап, ащы перцімізді де турап дайындап қоямыз. Енді бізге қызанақтың согын жасау үшін домалақ қызанағымыз қажет болады. Оны жақсылап жуып тазалап, осылай кесіп дайындап аламыз. Турап алған қызанағымызды осындай сок шығаратын арнайы мясорубкамызға тартып аламыз. Осылай керек емес қалдықтарын бөлек шығарып, согын бөлек шығарып отырады. Согымызды тартып дайындап алдық. Енді согымызды газға қойып, қайнатып аламыз. Барлық банкаларымды булап дайындап алдым. Енді ішіне көкөністерін салатын боламыз. Банкамыздың ең астына ең алдымен хрен жапырағын бүктеп саламыз. Бір или болмаса 2-3 штук салсаңыздар болады. Одан кейін зонтик укроптарымызды да дәл солай бүктеп саламыз. Одан кейін турап алған ащы перціміздің 5 штугын салсаңыздар болады. Одан кейін чесногымыздың 4 штугын саламыз. Ары қарай турап алған капусталарымызды астына тығыздап салып шығамыз. Банкамыздың ортасына дейін салсаңыздар жеткілікті болады. Енді сопақ қызанақтарымызды салып шығамыз. Түсінбеген болсаңыздар, қайтадан бір көрсете кетейін. Ең алдымен хрен жапырақтарын ең астына салып, одан кейін зонтик укропымызды салып, 4 штук чесногымызды, 5 штук ащы перцімізді салып, ары қарай капусталарымызды банканың ортасына дейін салып шығамыз. Сосын сопақ қызанақтарымызды саламыз. Салып болғаннан кейін қақпағын жауып қойып қоясыздар. Міне мен барлық банкаларыма салып шықтым, дайындап. Енді бұлардың үстіне қайнатып алған ыстық суымызды құятын боламыз. Қайнатқан суларыңыз осылай бұрқылдап қайнауы қажет. Енді барлық банкаларымызға ыстық суымызды толтырып құйып шығамыз.
Осылай барлық суын құйып алғаннан кейін қақпағын жауып қоясыздар. Бір жарты сағат или болмаса 1 сағатқа тұндырып қоясыздар. Сол кезде судың түсі өзгереді. Одан кейін ол суды төгіп тастаймыз. Банкамыздың суы тынып болғанша біз қызанақтың согын газымызға қойып қайната беретін боламыз. Қайнап жатқан согымызды арасында араластырып отырамыз. Қызанақ согымыз қайнап болғанша біз банкаларымыздың жаңағы 1 сағат өткеннен кейін суын төгіп тастаймыз. Осындай түсі жаман суы шығатын болады. Суын төгіп тастағаннан кейін үлкен қасықпен 3 қасық қантты қосамыз. Одан кейін үлкен қасықпен 2 қасық тұзды саламыз. Қыздар, бұл 3 литрлік банкаға салынатын мөлшері. Басқа банкаларға басқаша мөлшерде салатын боламыз. Оны видеоның астында описанияға жазып кететін боламын. Сонымен қатар 3 штук аспиринді саламыз. Міне біздің қызанақтың суы қайнап дайын болды. Енді бұл суымызды банкаларымызға құятын боламыз. Осылай барлық банкаларыма салып дайындап қойдым. Енді банкаларымызға қызанақтың согын құямыз. Одан кейін банка жабатын жапқышпен айналдыра отырып жауып аламыз. Жауып алған банкаларымызды осылай төңкеріп қойып қоясыздар. Жауып алған банкаларымызды осылай жылым плеттермен орап 2-3 күнге қойып қоясыздар. Міне қыздар, біздің қызанақтың соғынан жасаған банкаларымыз жауып болды. Осылай әдемі болып шығады. Қыстың күні рахаттанып жейтін боласыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер.
Видео сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және де поделиться батырмасын басып, туысқандарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қыс айына арнап чертополох жабатын боламыз. Кейбір жерлерде кобра немесе аджика деп айтып жатады. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге 10 килограмм қызанағымыз қажет. Қызанағымызды суға жақсылап жуып аламыз. Одан кейін қызанағымыздың шетін кесіп тастаймыз да, ішіндегі суын сығып алып тастаймыз. Сол кезде сіздің чертополохтарыңыз атылмайтын болады. 2 жылға дейін сақтасаңыздар болады. Бұның суын сығу себебіміз ішіндегі газдарын алып тастаймыз. 10 килограмм қызанағымызға жарты килограмм ащы перцімізді қосамыз. Видеоға мен жартысын ғана көрсетіп пісіріп жатырмын. Сосын жарты килограмм чеснок қосамыз. Оны да жақсылап ашып, тазалап жуып аламыз. Және де қалауларыңыз бойынша укроп пен сельдерені де қосуға болады. Егер де ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай қойсаңыз болады. Бұл өз еркілеріңізде. Қосатын болсаңыздар, осылай бір-бір бумасын қосасыздар. Қызанағымызды, перцімізді, чесногымызды, сонымен қатар укроп, сельдері барлығын мясорубкамен тартып аламыз. Міне мен барлығын мясорубкадан өткізіп алдым. Осындай үлкенірек ыдысымызға. Барлығын өткізіп алғаннан кейін осындай аспирин қышқылын қосамыз. 10 килограмм болғандықтан біз 13 түк аспиринді қосатын боламыз. Қосып алғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Өзі ішінде еріп кететін болады. Және де тұзын дәміне қарай қосасыздар. Менде видеода тұз салған жері түспей қалыпты. Сол себепті ескертіп айтып кетейін. Чертополохымызды сразу баклажкаға құймаймыз, себебі сразу құйып тастасақ атылып кетуде қаупі бар. Сол себепті 3-4 күнге қойып қоямыз. Бірақ күніне 3 рет араластырып отырасыздар. Сол кезде араластырған сайын оның газдары ауаға ұшып кететін болады. Және де атылмайды. Осы әдіспен 20 жылдан аса жасап келе жатырмыз. Осы күнге дейін мүлдем атылып көрмепті. 3-4 күн өткеннен кейін осылай кез келген баклажкаларыңызға, банкаларыңызға құйып сақтай беріңіздер. Өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео сіздерге пайдалы болса, маған лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар. Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қыс айына өте керемет салат жабатын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен пиязымызды турап дайындап аламыз. Одан кейін болгар перцтерімізді, сонымен қатар сәбізімізді жуып тазалап, сәбізімізді теркадан өткізіп, перцімізді осылай төртбұрышты етіп турап шығамыз. Өзіміздің қалауымыз бойынша жасаймыз. Одан кейін чесногымызды тазалап ашып, дайындап, оны осылай турап шығамыз, бір жаннан болатындай. Және де ащы перцімізді де турап дайындап қоямыз. Одан кейін капустамызды тураймыз. Оны да дәл солай төртбұрышты етіп турап дайындаймыз. Сонымен қатар осындай помидордың соғы қажет болады. Арнайы мясорубкамызбен соғын тартып аламыз. Бір кастрюль болатындай етіп тартып аламыз. Барлығын турап дайындап алғаннан кейін даладағы қазанымызға или болмаса үйдегі газымызға да қуыруға болады. Мен даладағы қазанға қуырдым. Ең алдымен қазанымызға сұйық майын құйып, қыздырып, пиязымызды қуырамыз. Одан кейін сәбізімізді, перцімізді, ащы перцімізді барлығын бірден салып, оны да жақсылап араластырып қуырамыз. 5 минуттың көлемінде араластырып қуырып алғаннан кейін кішкене 5 минут қақпағын жауып қоясыздар. Айтпақшы оқырмандар, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп, қолдау білдіріп, видеоларыма лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар
қоңырауша батырмасын басып все дегенге қойып қойыңыздар. Сол кезде менің видеоларымды ең бірінші болып көріп отырасыздар. Мінекей 5 минут өткеннен кейін үстінен помидор соғымымызды құямыз. Салатымызды жақсылап бір араластырып қоямыз. Осылай әр 5 минут сайын көкөністерімізді салып отырамыз. Ендігі кезекте капустамызды салатын боламыз. Капустамызды салып алдық, бұны да жақсылап араластырып қуырамыз. Барлық көкөністерімізді 5 минут сайын салып отырасыздар. Енді мен чеснокты саламын. Және де дәміне қарай тұзын қосамыз. Тұзын қосып алғаннан кейін жақсылап араластырып, тағы да бір 5 минутқа бөктіріп аласыздар. Енді 200 грамм құм шекерімізді салып, үстіне петрушкамызды және де укропымызды майдалап турап қосамыз. Одан кейін лавровый жапырақтарымызды саламыз. Барлығын жақсылап қуырып араластырып аламыз. Бұл салатымыз өте дәмді болып шығады. Сонымен қатар көріп тұрғандарыңыздай түсі де өте әдемі. Қыс мезгілінде сүйсініп тұрып жейтін боласыздар. Салатымызды қуырып бастаған кезде банкаларымызды жуып тазалап, оны мантаваркамызда булап, және де қақпақтарын да булап дайындап аламыз. Салатымызға ең соңында осыны 70% уксусымызды саламыз. Үлкен қасықпен 1,5 қасық саласыздар. Сонымен біздің салатымыз дайын болады. Оны банкаларымызға салып, жаба беретін боламыз. Міне салатымыз дайын болды. Мен 2 литрлік банкама салып жатырмын. 2 литрлік банкадан 4 шықты. Банкамыздың қақпағын жақсылап банка жабатын жапқышпен айналдыра отырып жауып аламыз. Банкаларымыздың қақпаға жапқанына көздеріңізді жеткізіп алу үшін осылай төңкеріп қоясыздар. Одан кейін төңкеріп болғаннан кейін бір қараңғылау салқын бөлмеде матамен жақсылап орап қоясыздар 1-2 күнге. Одан кейін банка сақтайтын бөлмелеріңізге апарып қоя берсеңіздер болады. Міне біздің 2 күн тұрған салатымыз дайын болды. Дәмі де, түсі де өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Дәмі деген өте керемет, ауыздарыңыздан кетпейді. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркелуді және де лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әлия, қош сау болыңыздар. Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қыс айына икра салатын жабатын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Салатымызды жабу үшін осындай қызыл түсті перістеріміз қажет болады. Сонымен қатар сәбіз керек. Сәбізді, перісті барлығын осылай жіңішкетіп, турап дайындап аламыз. Және де чеснок қажет болады. Осындай бір кесенің көлемінде чесногымызды ашып тазалап қоямыз. Сонымен қатар пиязымызды дәл солай кесіп дайындап қоямыз. Одан кейін барлығын мясорубкамызда тартып аламыз. Достар, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, қазақша контентті қолдап маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осылай сәбізімізді, перісіміздің барлығын мясорубкадан өткізіп дайындап қоямыз. Одан кейін бізге помидор қажет болды. Помидорымызды осылай арнайы сок шығаратын мясорубкамызбен тартып аламыз. Осылай бір кастрюль болатындай етіп согын шығарамыз.
Одан кейін пиязымызды да мясорубкадан өткізіп аламыз. Тартылған пиязымызды да жаңағы сәбіз бен періс тартылған ыдысымызға сала береміз. Ал чесногымызды осылай ыдысымызға тартып дайындап қоямыз. Бұны ең соңында бірақ салатын боламыз. Міне бізде пияз, сәбіз, перісіміз барлығы бір ыдыста салынып тұр. Енді бұны қазанымызға сұйық майын құйып, жақсылап қыздырып алып, одан кейін үстіне салып қуырамыз. Осылай даладағы пешіңізде, или болмаса үйіңіздегі газыңызға да қуыра беруге болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жасай беріңіздер. Осылай барлығын салып, жақсылап араластырып, бір қуырып аламыз. Бір 5-10 минут қуырып алғаннан кейін үстінен тартып алған помидор согымызды құямыз. Бұны да жақсылап араластырып, қайнағанша пісіріп аламыз. Одан кейін 200 грамм құм шекерімізді саламыз. Және де дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Менде видеода тұз салған, қант салған жерім түспей қалыпты. Сол үшін де сіздерге ескертіп айтып кетейін. Және де петрушкамыз бен укропымызды турап дайындап қоямыз. Міне икра салатымызды қайнап жатыр екен. Енді үстінен чесногымызды саламыз. Оны да жақсылап бір араластырамыз. Одан кейін лавр жапырақтарымызды қосамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін тағы да бір бұқтырып аламыз 10 минуттың көлемінде. Одан кейін петрушкамыз бен укропымызды саламыз. Сонымен қатар 70% уксусымызды қосамыз. Үлкен ас қасық пен 1,5 қасық уксусымызды қосып араластырамыз. Тағы да 10 минуттың көлемінде бұқтырып аламыз. Одан кейін біздің икра салатымыз дайын болады. Оны ары қарай банкаларымызға құйып жабатын боламыз. Банкаларымызды жуып тазалап дайындап аламыз. Одан кейін мантаваркамызда крышкасы мен банкамызды жақсылап булап аламыз. Дайын болған салатымызды банкаларымызға құйып, қақпағын жақсылап жауып, жылы маталарымызда, плетімізде орап, 2 күнге қойып қоямыз. Одан кейін банка сақтайтын жерлерге апарып қоя беріңіздер. Міне біздің икра салатымыз дайын болды. Дәмі деген өте керемет. Қыстың күні рахаттанып отырып жейсіздер. Кез келген тамақ түрімен және де нанмен жесеңіздер өте күшті болады. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.
Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен перецтерді қалай мұздатқышта сақтауға болатынын айтамын. Ол үшін ең алдымен перцтерімізді жақсылап суға жуып алып, тазалап, осылай дайындап аламыз. Осылай турап калпсыйға дайындап қоюға болады, және де өз қалауларыңыз бойынша 4 бұрышты етіп майдалап турап дайындап қойсаңыздар болады. Мен осылай 4 бұрышты етіп турап дайындап қойдым. Мысалға, месопотайскийға, жареный лагманға, сонымен қатар кез келген қуырылатын сорпа тағамдарына қоса беруге болады. Осылай дайын күйінде кез келген уақытта қолдана бересіздер. Өте ыңғайлы. Осылай өздеріңізге ыңғайлы салафан пакетиктерге салып қойсаңыздар болады. Одан кейін барлығын біріктіріп бір салафанға салып қоямын. Маған солай ыңғайлы болады. Осылай тоңазытқыштарыңызды сақтай бересіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Және де поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен малинадан қайнатпай варенье жабатын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен малинамызды 2-3 рет тазалап жуып аламыз. Және де 1 килограмм малинамызға 1 килограмм қантымызды қосамыз. Одан кейін блендерімізбен жақсылап тұрып езіп араластырамыз. Или болмаса венчиктің көмегімен де араластырсаңыздар болады. Вареньемізді бір келкі болғанша, қанты ерігенше жақсылап араластырыңыздар. Айтпақшы, сіздер жаңа көрермен болсаңыздар, маған тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып алыңыздар. Алдағы уақытта менің жаңа видеоларымды алғашқы болып көретін боласыздар. Міне біздің малинадан қайнатпай жасаған вареньеміз дайын болды. Түсі де әдемі болып шықты. Осылай жасап көріңіздер. Дайын болғаннан кейін кез келген баклажкаларыңызға құйып, холодильникте немесе морозильникте сақтай беріңіздер. Кез келген уақытта алып жейтін боласыздар. Осылай жасасаңыздар, малинаның витаминдері кетпей, өзінде сақталатын болады. Міне мен малинадан жасаған вареньемді баклажкама құйып, морозильникке салып қатырып қойған болатынмын. Осылай өз қалпын сақтап тұрады. Осылай міндетті түрде жасап көріңіздер, атылмайтын болады. Және де қыстың күні кез келген уақытта ашып жейтін боласыздар. Видео сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар. Сіздермен болған Әлия Кеңесқызы. Құрметті көрермендер, бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын қарақаттан компот жабамыз. Ең алдымен банкаларыңызды жуып тазалап кептіріп алыңыздар. Содан кейін қарақатты осындай шараға салып, салқын су құйып, ішіндегі мусорларын бәрін жақсылап тазалап жуып аласыздар. 2-3 қайтара жуасыздар. Қарақаттарын бәрін тазалап жуып алдым.
және де мен бұл компотқа лимон және апельсин қосамын. Сол үшін де қазір апельсин мен лимонды тазалап жуып алатын боламын. Осылай жуып алдым. Жуып алғаннан кейін жақсылап осылай домалақтап кесетін боламыз. Және де ортасындағы дәнектерін алып тастаңыздар. Барлығын домалақтап турап алдым. Осылай ыдысқа салып қойдым. Енді біз банканың крышкаларын қайнататын боламыз. Және де банканың өзін осылай мантаваркаға салып булайтын боламыз. 5-10 минут буласаңыздар жетеді. Енді буланған банкаларымызды ішіне қарақатымызды салатын боламыз. Қарақатымызды салған кезде ыңғайлы болу үшін осындай воронка киісіп қоямыз. Сол кезде салған кезде шашылып кетпейтін болады. Банканың ортасына дейін салып аламыз. Сосын 2 или болмаса 3 лимон саласыздар. Одан артық салмаңыздар. Және де 4 или болмаса 5 апельсин салсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Осылай барлық банкаларымызға салып шығатын боламыз. Буланған банкаларымызға осылай салып шығасыздар. Осылай кастрөлдерге суларыңызды қайнатуға қойып қоясыздар. Қайнаған кезде бірақ банкаларыңызға құясыздар. Міне менің суым қайнатылған. Бұны енді банкаларымызға кезек-кезек құйып шығатын боламыз. Менің қарақатымнан 15 штук банка шықты. Мен барлығына қайнаған суымды құйдым. Енді бұны 1 сағатқа қойып қойыңыздар тұндырып. Одан кейін суын жаңағы тесіктері бар крышкаға құйып, осылай кастрөлге қайтадан құясыздар да қайнатасыздар. Сол кезде түсі осылай әдемі болып шығатын болады. Одан кейін жаңа босаған банкаларымызға қант салатын боламыз. Қантты 3 литрға 1,5 стаканнан 2 литрлік банкаға 1 стаканнан қантымызды салып шығамыз. Жаңағы қайнатқан суымызды енді банкамызға құятын боламыз. Осылай құйып шығасыздар. Құйып болғаннан кейін жаңағы банка жабатын жапқышпен айналдыра отырып жауып аласыздар. Қақпағын жауып болғаннан кейін осылай банкаңызды төңкеріп қойыңыз. Содан кейін қараңғы салқын бөлмеде банкаларыңызды жатқызып, жылы жапқышпен орап 2 күнге қойып қойыңыздар. Содан кейін банка сақтайтын бөлмелеріңізге орналастыра беріңіздер. Видеом ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне пікіріңізді қалдырыңыз. Қайырлы күн достар, сіздермен Әлия. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын ташкентский шай жасайтын боламыз. Бұл шайдың дәмін татып көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл шайды жасау үшін бізге осындай апельсиннің 4 тілімі қажет. Соны салып аламыз. Одан кейін 3 тілім лимон саламыз. Одан кейін осындай науат саласыздар. 1 или 2 салсаңыздар болады. Содан кейін жалбыз жапырағын саламыз. Орысша мята деп аталады. Осылай 3 штугын салып аласыздар. Енді үстіне 1 шай қасық қара шайды қосамыз. Сосын үлкен қасықпен 2 немесе 3 қасық болатындай көк шайды саламыз. Барлығын салып болғаннан кейін алдын ала қайнатып алған ыстық суымызды құямыз. Айтпақшы, сіз жаңа көрермен болсаңыз, маған тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Алдағы уақытта менің видеоларымды бірінші болып көретін боласыз. Және де қазақша контентті қолдау ретінде маған лайк басып, комментарий бөліміне пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Сіздердің әр жазған комментарияларыңыз мен үшін маңызды. Мінеки біздің ташкентский шайымыз дайын болды.
Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл шайдың пайдасы өте көп. Давлениені түсіруге жақсы пайдасы бар. Үлкен кісілер давлениелерін көтерілген жағдайда осы шайды жасап ішіңіздер. Видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлігіне өз пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше. Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен перецтерді қалай мұздатқышта сақтауға болатынын айтамын. Ол үшін ең алдымен перцтерімізді жақсылап суға жуып алып, тазалап, осылай дайындап аламыз. Осылай турап калпсыйға дайындап қоюға болады. Және де өз қалауларыңыз бойынша 4 бұрышты етіп, майдалап, турап дайындап қойсаңыздар болады. Мен осылай 4 бұрышты етіп турап дайындап қойдым. Мысалға, месопотайскийға, жареный лагманға, сонымен қатар кез келген қуырылатын сорпа тағамдарына қоса беруге болады. Осылай дайын күйінде кез келген уақытта қолдана бересіздер. Өте ыңғайлы. Осылай өздеріңізге ыңғайлы салафан пакетиктерге салып қойсаңыздар болады. Одан кейін барлығын біріктіріп, бір салафанға салып қоямын. Маған солай ыңғайлы болады. Осылай тоңазытқыштарыңызды сақтай бересіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Және де поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сопақ қызанақпен және де капустаны қызанақтың соғымен тұздауды үйренетін боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен жабатын банкаларымызды тазалап жуып, оны кептіріп аламыз. Кептіріп алғаннан кейін мантаваркамыздың астына суын құйып, астыңғы бөлігіне крышкаларын салып, үстіңгі бөлігіне банкаларымызды булап қайнатып аламыз. Банкамызды 5-10 минут қайнатсаңыздар жетеді. Және де үлкен ыдысымызға суын құйып қайнатуға қойып қоямыз. Одан кейін сопақ қызанағымызды және де ащы перцімізді салқын суда 2-3 рет жуып аламыз. Және де капустамыздың да сыртын тазалап жуып аламыз. Және де бізге хрен жапырағы, кептірілген зонтик, укроптары қажет болады. Бұларды да салқын суымызда жақсылап 2-3 рет жуып тазалап аламыз. Осылай барлық көкөністерімізді жуып тазалап, бір ыдысымызға салып қойып қоямыз. Мен 3 литрлік 10 штук банка жабамын. Сол себепті маған 4 штук капуста қажет болады. Енді капустамызды ортасынан бөліп, 4 бұрышты етіп, барлығын турап шығамыз. Дәл осылай видеодағыдай қайталасаңыздар болады. Айтпақшы, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып алыңыздар. Алдағы уақытта менің жаңа видеоларымда ең алғашқы болып көретін боласыздар. Сонымен қатар қазақша контентті қолдап, маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осы видеомды поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Дәл осылай капусталарыңыздың барлығын турап дайындап аласыздар.
ыдыстарыңызға салып дайындап қоясыздар. Және де чесногымызды ашып тазалап, ащы перцімізді де турап дайындап қоямыз. Енді бізге қызанақтың согын жасау үшін домалақ қызанағымыз қажет болады. Оны жақсылап жуып тазалап, осылай кесіп дайындап аламыз. Турап алған қызанағымызды осындай сок шығаратын арнайы мясорубкамызға тартып аламыз. Осылай керек емес қалдықтарын бөлек шығарып, согын бөлек шығарып отырады. Согымызды тартып дайындап алдық. Енді согымызды газға қойып, қайнатып аламыз. Барлық банкаларымды булап дайындап алдым. Енді ішіне көкөністерін салатын боламыз. Банкамыздың ең астына ең алдымен хрен жапырағын бүктеп саламыз. Бір или болмаса 2-3 штук салсаңыздар болады. Одан кейін зонтик укроптарымызды да дәл солай бүктеп саламыз. Одан кейін турап алған ащы перціміздің 5 штугын салсаңыздар болады. Одан кейін чесногымыздың 4 штугын саламыз. Ары қарай турап алған капусталарымызды астына тығыздап салып шығамыз. Банкамыздың ортасына дейін салсаңыздар жеткілікті болады. Енді сопақ қызанақтарымызды салып шығамыз. Түсінбеген болсаңыздар, қайтадан бір көрсете кетейін. Ең алдымен хрен жапырақтарын ең астына салып, одан кейін зонтик укропымызды салып, 4 штук чесногымызды, 5 штук ащы перцімізді салып, ары қарай капусталарымызды банканың ортасына дейін салып шығамыз. Сосын сопақ қызанақтарымызды саламыз. Салып болғаннан кейін қақпағын жауып қойып қоясыздар. Міне мен барлық банкаларыма салып шықтым, дайындап. Енді бұлардың үстіне қайнатып алған ыстық суымызды құятын боламыз. Қайнатқан суларыңыз осылай бұрқылдап қайнауы қажет. Енді барлық банкаларымызға ыстық суымызды толтырып құйып шығамыз. Осылай барлық суын құйып алғаннан кейін қақпағын жауып қоясыздар. Бір жарты сағат или болмаса 1 сағатқа
тұндырып қоясыздар. Сол кезде судың түсі өзгереді. Одан кейін ол суды төгіп тастаймыз. Банкамыздың суы тұнып болғанша біз қызанақтың согын газымызға қойып қайната беретін боламыз. Қайнап жатқан согымызды арасында араластырып отырамыз. Қызанақ согымыз қайнап болғанша біз банкаларымыздың жаңағы 1 сағат өткеннен кейін суын төгіп тастаймыз. Осындай түсі жаман суы шығатын болады. Суын төгіп тастағаннан кейін үлкен қасықпен 3 қасық қантты қосамыз. Одан кейін үлкен қасықпен 2 қасық тұзды саламыз. Қыздар, бұл 3 литрлік банкаға салынатын мөлшері. Басқа банкаларға басқаша мөлшерде салатын боламыз. Оны видеоның астында описанияға жазып кететін боламын. Сонымен қатар 3 штук аспиринді саламыз. Міне біздің қызанақтың суы да қайнап дайын болды. Енді бұл суымызды банкаларымызға құятын боламыз. Осылай барлық банкаларыма салып дайындап қойдым. Енді банкаларымызға қызанақтың согын құямыз. Одан кейін банка жабатын жапқышпен айналдыра отырып жауып аламыз. Жауып алған банкаларымызды осылай төңкеріп қойып қоясыздар. Жауып алған банкаларымызды осылай жылым плектермен орап 2-3 күнге қойып қоясыздар. Міне қыздар, біздің қызанақтың соғынан жасаған банкаларымыз жауып болды. Осылай әдемі болып шығады. Қыстың күні рахаттанып жейтін боласыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және де поделиться батырмасын басып, туысқандарыңызға бөлісіп қойыңыздар.